Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай өте әдемі болып шығатын сәукеле нанды айдаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Құрамының барлығын видеоның астына жазған боламын. Алдымен жылы сүтіміздің үстіне қантымызды, аштығымызды, тұзымызды, сұйық майымызды, жұмыртқамыздың барлығын салып араластыратын боламыз. Барлығын араластырып алғаннан кейін ұнымызды аз-аз мөлшерден салып венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз бастапқысында. Нанымызды сәл қаттылау илейтін боламыз, өйткені формасын ұстау керек. Ең бастысы біздің ашытқымыз өте жақсы болу керек. Сол кезде біздің нанымыз 1-2 сағаттан соң көтеріледі. Нанымыз көтерілгенше бізге керекті заттармен таныстыра кетсем, мен осындай өзім арнайы заказбен алдыртқан болатынмын, сәукеле нанға арналған. Сіздер де бұндай болмаса, картоннан, қатты картоннан осындай жасап алсаңыздар болады. Одан кейін бізге осындай ролик қажет болады, немесе роликпен де етпесеңіздер де болады, пышақпен көмегімен де болады. Осындай ұстайтын жерін алып тастаймыз. Осылай еткенде бізге ыңғайлы болады. Енді бізге фольга қажет болады. Менде осындай не болса да, мен бұның сыртын фольгамен орайтын боламын. Алған кезде өте ыңғайлы болады. Сіздер қатты картоннан жасап болғаннан кейін осылай сыртын көбірек қылып фольгамен орап тастайсыздар. Сол кезде осындай конус шығатын болады сіздерде. Осылайынан жасасаңыздар болады картоннан. Ең бастысы сыртын өте қатты көп ораңыздар. Одан кейін фольганы алып, сіздерде картон қағаз болғандықтан осылай немені фольганы домалақтап ішіне толтырып қойыңыздар. Сол кезде формасын ұстайтын болады. Мінекей біздің қамырымыз көтерілді. Енді жартысын кесіп алатын боламыз. Қамырымызды оқтаумен жаятын боламыз. Қамырымызды өте қалың да емес, өте жұқа да емес, орташа ғып жаятын боламыз. Енді формамызды алып, осылайынан өлшеп көретін боламыз. Қамырымыздың артық жерлері болса, кесіп алып тастаймыз. Оған бола ештеңе етпейді. Енді ролигімізден кесетін боламыз. Асты жағы мен үсті жағын кеспейміз. Ортасын ғана осылайынан видеода көрсетілгендей кесетін боламыз. Ашылмай қалған жерлерін осылай қолымызбен абайлап, асты жағынан ашатын боламыз. Немесе мүлдем ашылмаса, пышақтың көмегімен араларын ашып жесек болады. Формамызды алып, осылайынан қиғашынан қойып, өте асты жағына кет қалмаңыздар, видеода көрсетілгендей, и өте бас жағына да кет қалмасын. Осылайынан кішкене тартып отырып, осылай бір орап жүресіздер. И артық қамырын шетінен кесіп тастаймыз. Асты жағынан осылайынан ұстап, абайлап, пергаментке қоятын боламыз. Видеода түсінікті деп ойлаймыз сіздерге. Осылай кейбір жерлерін жөндеп жүресіздер, үсті жақтарын. Асты жағын өте кетіп қалмасын, үсті жағына біз қазір орайтын боламыз бас жағын.
қамырымыздан 2 ұзын жағып кесіп алатын боламыз. Осы біздің қамырымыздан 2 орташа сәукеле нан шығады, немесе 1 сәукеле, 1 орташа корзина нан шығады. Келесі видеода мен сіздерге корзинаны жасалу жолын көрсететін боламын. Орташа ғып, лағман нан жайғандай осылай жаятын боламыз. Бас жақтарын осылай бір-біріне жалғайтын боламыз. Жалғағаннан кейін осындай видеода көрсетілгендей бір-біріне кезек-кезек орайтын боламыз. Орап болғаннан кейін сәукеле нанымыздың басына қоятын боламыз. Ақырында осылай сәукелемізді ыңғайлап алып, асты жағынан салатын боламыз. Артық қамыр болатын болса, кесіп алып тастаймыз. Бетіне жұмыртқамыздың сарысын жағатын боламыз. Жұмыртқаны жағып болғаннан кейін бетіне күнжітпен мақты араластырып септім. Көбірек себе беріңіздер, өйткені формадан алған кезде біздің күнжітпен мақтарымыз шашып қалады. Сәукеле нанымыз қызарайын деген кезде осылай бетіне пісіп жатқан кезде духовкада фольга салып қойыңыздар. Сол кезде беті өте қатты күймейтін болады. Осылай нан ішіне балшықтарымызды салып, дастархан қойып қоямыз. Өте әдемі көрінеді дастарханның көркі. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген видео болады. Астарыңыз дәмді болсын.